Достар, міне мен Triumph бонус бот туралы сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен старт деген патронды басасыздар, кейін добро пожаловать в Triumph бот. Данный бот вы можете заработать реальные деньги, вполне виртуальное задание деп шығады. Инструкциясын использованиесін тұр, рекламодателей, поддержка пользователей, чат деген секілді нелер тұр. Бұл жерде заработать деген патронды басатын болсақ, готовим задание деп шықты. Енді достар, бұл заданияны мен орындайтын боламын. Мы подготовили новое задание. У вас есть 3,5 минуты на фоне каждого шага. Откройте Google.ru, введите вручную в поиск строк авиатора игра, пришлите скриншот депті. Менің 1 минутым кетіп қапты. Қазір бастайын. Енді скриншот жасадым. Бұл жерде енді пришлите етеміз. Мне. В ответе поисковой системы найдите результат, ведущий на сайт headapps.lightlove.com без метки реклама. Не открывайте сайт дейді. Сделайте и пришлите скриншот в выдаче поисковой системы, на котором виде найденный результат, как-либо выделять или помечать адрес сайта не нужно дейді. Просто скриншот. Новое задание, если нужно результата нет на первых 3 страницах поиска дейді. Так, Light Tokole. Так, көреміз. Міне, сайт тұр екен. Скриншот. Кіреміз, отправить деген батырманы басамыз. Міне, жүктедік. Перейдите по данный результат, пролистайте открывающую страницу до конца. Сделайте и пришлите скриншот деп шықты. Safari'ге кіреміз, на сайтқа кіреміз қайтадан достар. Авиатор игра деп шығады. Мына бұл жерде еш нәрсені ойнаудың қажеті жоқ. Ең соңына дейін пролистать ету керек екен. Міне, мен скриншот жасадым достар. Енді қайтадан скрин жібереміз. Отправить деген батырманы басамыз. До следующего осталось 90 секунд дейді. 90 секунд, міне. Қазір, по-моему, күтеміз. Міне достар, 6 секунд қалды. На открывающемся сайте откройте любой раздел, пролистайте страницу до середины, сделайте и пришлите скриншот дейді. Так, бұл жерде отзывы деген разделді ашатын боламын. Скринін енді жіберемін. Так, отправить деген батырманы басамын. Задание отправили на модерацию. Вы можете выполнять другие задания, а также повысить шансы в ежедневном розыгрыше денег дейді. Қарайтын болсақ, бұл жерде заработать. Розыгрыш задание для активных. Партнерская программа будет средств. Инструкция канал заработать на сложных заданиях деп шығады. На бірінші көрейік. Бұл жерде готовим задание деп тұр екен. Отмена деп батырманы басамыз. Бұл жерде қазір сіздерге таныстырып өтем қазір. Розыгрыш деген батырманы көрейік. Бұл жерде текущий призовой фонд 1000 рубль ойнап жатыр екен. Призовой место, яғни 100 адамға 10 рубльден береді. Ваш шанс за 0 дейді. Ежедневно у нас проводится розыгрыш с призовым фондом, яғни күнделікті өтіп жатады екен. Сонымен қатар активный заданиялар бар екен. Партнерская программа көрейік, қанша беретінін. Бұл жерде міне, зови друзей по реферальной ссылке, я получаю бонус в виде 10% от их заработка. Чем больше рефералов, тем больше заработок. Количество рефералов 0, заработано 0 деп тұр. Бұл жерде осыны скачать ету арқылы істеуімізге болады. Ой, скопировать етуге. Кейін досыңызға жібересіз осы ссылканы. Кейін бұдан кіреді ссылкадан. Одан кейін ол да ақша табады, сізге проценті түседі, 10%. Вывод средств деген батырманы басып көрейік. Минимальный сумма бұл жерде 50 рубльден болады екен. Отмена деген батырманы басып, осындай задание орындау арқылы сіздерде ақша таба аласыздар. Канал деген батырманы көрейік. Наш официальный канал. Присоедините деп шығады екен. Triumph Info Halp деген секілді шығыпты. Но бірақ бұл жерде белгісіз 9180 шығып тұр.
Спокойно, все под контролем деп тұр екен. Так, друзья, ваши позитивные эмоции, приятные направления до дня рождения не взрал даже бот деп тұр. Только для жителей задания за 150 рублей пишите деп тұр. Яғни Өзбекстанға 150 рубльге задание шығыпты. Яғни ол қателеспесем 150 рубльге заданияға. Яғни ол жерде ақша салу да болуы мүмкін. Бірақ енді ешкім де білмейді. Себебі ол Өзбекстанға, біз Қазақстаннан ол заданияны өкінішке орай орындай алмаймыз. Осындай да қызықты заработктер бар. Егер де қызықсаңыздар, сіздерге ссылкасын қалдырып кететін боламын. Алдағы уақытта ақша шығарып, егер де шықпайтын болса да көрсететін боламын.